28-29 қазан күндері Ақмола облысы Көкшетау қаласында Желік Абай мектептерінің оқушылары арасында 5-ші республикалық кіші алтын сыртығымыз сөз жақсы шешендік өнері байқауы өтеді. Шешендік сайысты өткізудің басты мақсаты Желік Абай мектептері арасындағы әріптестік пен байланысты арттыру, тәрбиелі, білімді, мемлекетшіл тұлға, жан-жақты дамыған көшбасшы жастарды көбейту. Байқауға Абай атындағы республикалық мамандандырылған мектеп-интернат және еліміздің 11 өңіріндегі Абай мектептерінен іріктелген 24 оқушы қатысып, 2 бөлім бойынша сөз бер ойды, тапқырлықпен сөйлеу шеберлігін сыннан өткізіп, бақ сынап, тәжірибе жинайды. Сайыскерлер алғаш рет жұптық сайыс бойынша өнер көрсетеді. Байқау аясында мұғалімдерге арналған республикалық семинар өтеді. Шешендік байқауды Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығы, Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты және Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы Абай атындағы дарынды балаларға арналған нөмір 3 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты бірлесіп өткізеді. Уақыты 28-29 қазан 2024 жыл. Өтетін орны Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай атындағы дарынды балаларға арналған нөмір 3 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты және болашақ сарайы. Көркем сөйлеуден бастап, ендеше шешендік өнер пәні қарым-қатынас мәдениетіне үйретіп, сіздер Ділмар клубының Instagram және YouTube'дағы парақшасын көрсеңіздер, биыл ғана қабылданған 8 сыныптың оқушыларының өзі отбасылық қарым-қатынастар кезінде қандай ғибратты әңгімені айтып, ата-анасымен талқылап, бауырмалдық, адамгершілік, рухани сезімдерін қалыптастырып жатыр. Сондықтан жаңағы шешендік сөз деген тек қана сайыстарға келіп, әдемі сөз сөйлеп кету емес. Қымбатты шәкірттер, біз барлық сәтте қандай жағдайда болсын, сауатты сөйлеуге, жүйелі сөйлеуге, көркем сөйлеуге, адам сөздің абыройын асырып сөйлеуге тиіспіз. Шешендік өнердің ұлттық мәдениеттің маңызды бөлігі ретінде бағалайтын олардың тілдік бірліктерді сөйлеу әрекетінде нормаларға сай қолданылатын тілдік тұлға қалыптастырамыз.